Dostlar size memnun. Biz bugün lifehacklar жасауды жалғастыратын боламыз. Достар, лайктарыңызды басамыз, арнаға тіркелеміз. Ал біз бастаймыз. Иә, достар, мен қазір ғана кәтчек бастаймыз. Үшін, достар, ең бірінші лайфхагымыз ұшамыз. Иә, ұшамыз. Кейін пәске түскенде отырып түсеміз. Көрдіңіздер ме? Қалайсыңдар, достар? Бәріңе салам. Бастайсыздар. Ал келесі лайфхак. В общем, достар, ол келесі лайфхагымыз бізге машина жасау. Иә, машина жасау. Блок слизін. Кейін угольный блок. Блок красный. И наводитель. Кейін поршень и липкий поршень. Керек болады, достар, ар жағында шу болса кетіңдер. И сіздер бүйтіп қоясыздар. Ой, кешіріңіздер. Дейсіздер де поршеньді естіп қоясыздар. Мыняққа қоймайсыздар, достар. Бұрақа қоюға болмайды, мыняққа қоясыздар. Бұға дейсіздер де мыняққа естіп қоясыздар, достар. Наблюдатель давай. И мыняққа поршеньді қоясыздар. Міне. Ең бірінші қоясыздар. Поршеньнің наблюдательдің үстіне қоясыздар, достар. Бір өзіне жақын қойған. Поршеньнің үстіне қоясыз. Сонымен өзі жүре бастайды. Міне осындай лайфхак, достар. Келесі лайфхак. Иә, ол машина. Көрдіңіздер ме? Ол жүреді. Кейін бізге сол любой блокпен істеріңіздер болады бұны. Кейін бізге ана балдырларға да өзі ой балдыр мынаны қойса осыны қойсамыз. И, достар, бізге рыбка керек. Онандай балық шығыпты, достар. Кейін бізге, достар, әдемілік үшін мал керек. Ойбай, бұл емес, достар. Айтпақта кезіңдер. Мына ступенька аяқ қой. Ой, үлкен болып кетті, кешіріңдер. Иә, дұрыс екен өзі. Мені осылай. Үстіп қойасыздар. Оқты аласыздар, достар. Мені осылай.
болды. Блин, достар кешіріңдер сөйлемей жатсам. Ой. Достар кешіріңдер. Не жайын болып отыр десеңдер. Мына қою ойын болып отыр. Отношения Британии и России на момент убийства Литвиненко были дружественными. И говорить о том, что именно российский президент отдал приказ убить бывшего сотрудника ФСБ, никто не собирался. Теперь же ситуация в корне изменилась. Страны фактически находятся в состоянии Достар жазалмайды. Негізі достар күнде қалды білмеймін. Похоже, Британия решила постепенно отгораживаться от агрессивного политического партнера. Кто же такой Александр Литвиненко? И почему именно его убийство вызвало такой общественный и политический резонанс? Он 11 лет проработал в органах Есіңдер ғой, безопасности мен новый СССР, күнім. ФСБ, подполковник. Впервые Александр Литвиненко открыто начал говорить про преступления сотрудников ФСБ в 98 году. На пресс-конференции 7 ноября 1998 года Александр Ай, был, надо үлкейту керек қой. чеченского предпринимателя Умара Джабраилова и проломить голову бывшему сотруднику ФСБ Михаилу Дерипашкину. Енді мынау керек, С короче. доказательствами преступлений он пришел к Путину в надежде на помощь в борьбе с преступностью среди руководства спецслужбы.
достар, қараңыздар, балықтар билеп жүр. Өзімдей лайфхак үйлеріңізге жасап қойсаңыз ақ болады. Енді Майнкрафттан үй соқсаңыздар достар, үйлеріңізге жасап қойыңыздар. Майнкрафттан үйлеріңіз бар болса, онда жасап қойыңыздар. Бір жерлер дұрыс болмай жатса кешіріңіздер. Сөйтіп қоямыз. Достар, не деген әкшім дейсің ба? Не деген бак мынау? Еба, достар, қараңыз. Бак. Машинамыз тоқтап қалыпты осы. В общем, достар, мен сіздерге осындай лайфхактар айтатын болам. Достар, лайфхактар әлі жалғасатын болады. Лайфхактарды айтуды. Лайфхактар айтамын әлі достар, мен сіздерге лайфхактар көрсететін болам. Осындай лайфхактар достар, сіздерге ұнаған шығар деп ойлаймын. Ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. 27 подписчик болып құттықтабай 3 адам қосылса достар 30 подписчикке жетеміз. Сондықтан қанекей достар, 30 подписчикке азап қалып. Үшін достар, сіздермен болған мен Шыңғыс Нони. Лайктарыңызды басамыз, арнаға тіркелеміз. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер. Ал мен кілтімді өшірейін. Машинамнан түсейін. В общем, достар, сіздермен болған мен Шыңғыс. Қарап кеткендеріңіз үшін рахмет, қарағандарыңыз үшін. И және де менің лайфхактарымды, менің видеоға қарағандарыңыз үшін рахмет. В общем, достар, мен машинамнан үйіме қарай жол тартайын. Ал достар, сіздермен қоштасам. Выдавай жүрмін. Шашқа. В общем, мен сіздермен қоштасам. Мен өзім үйіме қарай жол тартып бара жатырмын. Ал достар, сау болыңыздар.